Үміттің күші. Психобиолог доктор Курт Пол Рихтер 1957 жылы Джон Хопкинс университетінде тышқандарға жасаған зерттеуінде үміт күшінің, яғни үмітті үзбеудің өмірге деген құлшынысы үшін қаншалықты маңызды екенін айқындайтын нәтижелерге қол жеткізеді. Ассистенттерімен бірге бір топ тышқандарға жүргізген тәжірибеде шыны ыдысқа жартылай су құйып, тышқандардың су бетіне қанша уақыт тұра алатынын анықтамақ болады. Тәжірибенің алғашқы сатысында тышқандардың 15 минутқа жуық су бетінде қалғи алғандарын байқайды. Алайда келесі кезеңдерде бұл уақыттың ілгерілеп, кейбір тышқандардың сағаттап су бетінде қалғи алғанына куә болады. Мұның себебін анықтау үшін доктор Рихтер мен ассистенттері тышқандардың бір бөлігін соңғы сәтте өлуге шақ қалғанда судан шығарып алады. Үстілерін құрғатып, біраз уақыт басқа тышқандардың жанына жіберіп, кейін қайтадан суға жібереді. Арт қайталаған бұл тәжірибеде әр келесі суға жіберілгенде тышқандардың алдындағыдан да ұзағырақ суда қалғи алатындарын байқайды. 24 сағаттан кейін қайталанып жүрген. Қандай да бір қиындықтан шыға алмай жүрсеңіз, үмітіңізді үзбеңіз. Аллаға тәуекел етіп, дұға жасап, үмітіңізді өшірмеңіз.